жинақтамамызды ашып көрейік. Осында қайшы керек? Қайшы керек емес мында. Міне, нерде. Аш. Опа. Сырты керек емес бізге. Оны айт. Енді ішін ашамыз. Опа. Былай. Ужашын қоймай. Өзі асың. Тоқта. Мен уже таптым. Нәрсе. Не? Таптым. Не? Ой, не қағаз. Ақ былай алсаңсың. Былай. Алдында эксперимент істеп. Нәтиже. Оня. Но мен бәрін ұстаймын. Және мынандай инструкция. Қазақша бұны нұсқаулық дейді. Қазір мынаны оқып алайық. Мінекей, біз керек жарақтарымызды дайындап алдық. Бұның ішінен бізде мынандай қызғылт түсті порошок бар. Және мынандай порошок, таблетка, қасық, таяқша, одан кішкентай қасық, пенопласт, тағы да порошок, пакет, 2 стакан, мынандай трубочка, және қағаз. Үстіге және астыға түсірілген қағаз, кальций глюконат. Ал енді бірінші экспериментімізді бастаймыз. Ол фараонның жыланы деп аталады. Ол үшін біз мынандай таблетканы темір жағылмайтын ыдысқа қоямыз. Мынандай таблетканың аты гексаметилиртетрамин деген таблетка. Және оның үстінде мынандай кальций глюконатын қоямыз. Төтеуін қоямыз. Енді астындағы таблетканы
Gerçek qanday voy. Ya, ulkan жылан уже. Qo'rqam saqdi. Qo'rqam. Kimga? Sen qo'rqmaysizmi? Aqal. Men qo'rqатын сияқты. Qizdiq ekan. Әлі жыланымыз өсіп біткен жоқ. Qo'rqma. Ой, жыланымыз үзіліп қалды міне. Ya görmedim. Біздің жыланымыз қашан өсіп бітеді? Тағы да жылан істеді. Үзіліп қалды. Міне жыланымыз үзіліп қалды. Ағау көрсек қандай. Иә. Білмеймін. Білмеймін. Қашан? Сен қашан өсіп бітесің, жылан? Айтшы бізге. Енді сумен отты өшіреміз. Біздің бірінші экспериментіміз бітті. Қызықты болса, лайк басыңдар. Иә. Балалар, бұл экспериментті үлкендердің көмегімен жасаңдар. Келесі экспериментімізді бастаймыз. Ол үшін бізге піспеген жұмыртқа, 2 стақан жылы су толмаған және тұз. 1 стақан ішіне 5 қасық тұз қосамыз. Аз қасықпен 8 қасық. Жақсылап тұрып ергенше араластырамыз. Бірінші, жай судың ішінде жұмыртқа батып кетті. Себебі бұның ішінде тығыздық өте аз. Ал тұзды суда тығыздық көп. Сондықтан жұмыртқа үстіге көтеріліп кетті. Міне, нан батырсаң да ол қайтып үстіге көтеріледі. Ана уже. Алмайсың. Иә. Бұның барлығы химиялық заңдылықтар. Осы экспериментті үйде жасап көрсеңдер болады. Басқа да эксперименттеріңізді көргілеріңіз келсе, келесі видеоларды тамашаларыңыздар. Ол үшін тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Бүгінгі эксперименттер ұнаса, лайктан аямай басыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар. Балақай. Досым, каналда тел.